Сәлем достым, сен бәрі қызық арнасындасың. Бүгін сіз көптен күткен логикалық сұрақтар арқылы миыңызды дамытатын боласыз. Видео соңында неше сұраққа жауап бергеніңізді пікірге қалдырып кетіңіз. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыз. Именно столько я заработал на компании Bitlyvex за последние 2 недели, начиная всего с $200. Кстати, на свой первый депозит я получил бонус 50%, поэтому внес 200, а получил $300. Все, что нужно знать, в какую сторону изменится курс биткоина, вверх или вниз. Регистрируйся по ссылке в закрепленном комментарии, делайте депозит и получайте бонус 50% от суммы первого депозита до $500. Пишите в комментариях, пойдет курс биткоина вверх или вниз, и сколько вы уже заработали на криптовалюте. Тот, кто заработает больше всего на этой неделе, получит специальный бонус от компании Bitlyvex. Итак, регистрируемся, вносим депозит, получаем 50% и делаем ставку вверх или вниз. Ссылка в закрепленном комментарии. Номер 1 сұрақ. Ғарыш кемесі басқа ғаламшарға қонған болатын. Ғарышкер өте ерекше планета екенін білді. Бұл жерде сулы заттың бәрі мұзға айналатын. Кенеттен олар басқа ғаламшарлықтардың кемесін байқады. Бірінші ғарышкер ішіне кіріп бағалы заттарды алмақшы еді. Ішіне кірген сәтте есік жабылып қалып, қабырғалар қирайын деп тұрды. Ғарышкер 3 есік арқылы сыртқа шықса болады. Бірінші есікте өте үлкен робот. Екінші есікте улы газдар, ядролық қарулар. Үшінші есікте акула. Ол ғарышкерлердің темірден жасалған киімін тістеп алатын еді. Қай есікті таңдаған дұрыс? Дұрыс жауабын пікірге қалдыр. Дұрыс жауабы 3-ші есік. Себебі бұл планетада сулы заттың бәрі қатып қалатын. Номер 2 сұрақ. Арман үшін бүгін маңызды кездесу. Оны жұмысында атағын көтеретін болды. Оны көп күтті. Жұмысқа кетіп бара жатқанда басына горшокты лақтырып жіберді. Осылайша больницаға жатып қалды. Полиция 3 күдіктіні анықтады және олардан сұхбат алды. Бірінші күдікті мен енді дүкеннен келген болатынмын. Мысығыма тамақ сатып алдым деп айтты. Екінші күдікті мен күні бойы ұйықтадым. Кеше түні бойы жұмыс жасаған едім деді. Үшінші күдікті мен Арманның басына қызыл гүл өсіп тұрған горшокты лақтырған жоқпын деп үйіне кіріп кетті. Полицияны қай күдікті алдады? Дұрыс жауабы 3-ші күдікті. Себебі ол қызыл гүл екенін қайдан білді? Суретте не дұрыс емес екенін анықта. Суретте бір-біріне ұқсайтын екі затты тап. Видеоның соңына да келіп қалдық. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз бәрі қызық арнасы.